жылдан бастап Астана облыстық маңызы бар қаладан заманауи мегаполиске дейін өсіп, еліміздің экономикалық және мәдени өмірінің жаңа орталығына айналды. Қаладағы жайлылық пен тазалықты сақтау мақсатында 2008 жылы Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылды. Бұл қаладағы ең ірі коммуналдық кәсіпорындардың бірі болып табылады. Бүгінгі таңда Астана тазалық 2368 қызметкерден тұратын ұжым. Оның ішінде 986 көлік жүргізушілері мен машинист жүргізушілер, 1140 жұмыскер, 207 техникалық қызметкер мен 35 әкімшілік қызметкер. Біздің ұжым күн сайын 24 миллион шаршы метр аумаққа қызмет көрсетеді. Оның ішінде 9,9 миллион шаршы метрде механикалық тазалау және 14,4 миллион қолмен тазалау жұмыстарын жүргізеді. Тазалықты сақтау үшін бізде 427 арнайы техника бар. Оның ішінде 153 сыпырғыш көліктері, 34 тротуар тракторы, 36 самосвал және 52 алдыңғы тиегіш. Осы арсенал мен GPS навигациялық жүйелерінің арқасында біз ең қолайсыз ауа райы жағдайларында да тазалық пен тәртіпті қамтамасыз етудеміз. Бүгінгі таңда Астана тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қаланың 5 ауданында Есіл, Нұра, Алматы, Сарыарқа және Байқоңыр жалпы алаңы 11 миллион шаршы метрді құрайтын тазалық қызметін көрсетеді. Әр ауданда санитарлық тазалау, су тасқынын алдын алу бойынша іс-шаралар және механикалық тазалау жұмыстары жүргізіледі. Біздің қызметкерлер заң бойынша реттелген толық әлеуметтік пакет алады. Соның ішінде ақылы еңбек демалысы, науқастық демалысы, тегін жол ақысы және қажет болған жағдайда жатақхана беріледі. Ең қиын жерлерде жұмыс істейтін 10 қызметкерге тұрақты баспана беруді жоспарлап отырмыз. Әрбір қызметкер қыста ыстық тамақпен, тегін азық-түлік талондармен, жұмыс орнына жеткізетін көлікпен қамтамасыз етілген. Біздің қызметкерлер де бассейнге және спорт залға тегін бара алады. Арнайы абонементтер қарастырылған. Біз қызметкерлеріміздің денсаулығы мен эмоционалды қолайлы жұмыс тәртібіне аса мән береміз.